Бүгін мен өте дәмді әрі тойымды болып шығатын кешкі ас жасадым. Тауықтың сырты қытырлақ, іші сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Ол үшін ең алдымен бүтін тауық етіне тұз, паприка, қызыл бұрыш, сухой чеснок, сұйық майымызды құйып, жақсылап жағып аламыз. Жағып болғаннан кейін таза банкіге картошка, сәбіз, болгарский, қызанақ, пиязымызды салып, үстіне соус дайындайтын боламыз. Соусына бізге томат, тұз, қара бұрыш, орегано, кептірілген чеснок, суымызды құйып жақсылап араластырып, банкіге құйып аламыз. Үстіне фольганы жауып, ауасы шығып тұру үшін пышақпен осылай кесіп аласыздар. Үстіне тауығымызды орналастырып аламыз. Тұщы құйтымен осылай қойып аласыздар. Бетіне пергаментіне бумаганы осылай қойдым, өйткені тауық күйіп кетуі мүмкін. Қызып тұрған пешкеде осылай пісіріп аламыз. Өте дәмді кешкі асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецепт WhatsApp білбасы парақшама тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.